менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі көретін видеода сіздермен бір ерекше нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бірінші 200 грамм бір стакан менде күрішті алып, үстіне су құйып, күрішімізді осылай пісіріп аламыз. Күрішті осылай пісіріп аласыздар суға. Онан кейін суытып қойып қоямыз кішкене. Бірінші мұнда 100 мл сүтімізді аламыз. 100 мл сүтке бір кішкене қасық қант саламыз. Бір кішкене қасық тұз саласыздар. Және 6 грамм ашытқымыз саламыз. Енді осы дрожжымыз езілгенше жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап ашытқымызды араластырып алдық. Ендігі жаңағы піскен күрішіміз суыды, сол күрішіміздің үстіне ашытқымызды құямыз. Ашытқымызды құйып, кішкене араластырып жібересіздер күрішті. Күрішімізді жақсылап араластырып алайық. Осылай жақсылап араластырамыз да, осының үстіне 250 грамм ұнымызды саламыз. Ұнымызды 250 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді жақсылап ұстып араластырып, енді ары қарай қолмен араластыратын боламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осы нанымыздың үстіне 15 мл-дай майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Илеп, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Енді қамырымызды илеп, енді қамырымызды ыдысымызға салып, бір сағатқа қамырды ашытып қоямыз. Қамырымызды бір сағатқа ашытып қоямыз. Нанымыз, қамырымыз бір сағатқа ашып тұрды. Енді осы қамырымызға, столымызға кішкене майымызды жағып жүрейік. Гүліміз түсін. Енді қамырымыз кішкене илеп жүрейік. Қамырымызға илеп,
Енді осыны және басып жеріңіздер. Енді осы қамырдың үстін тағы да 20 минутқа жауып қоя тұрамыз. Жылы жерге жауып қоя тұрыңыздар. 20 минут қамырымызды аштық қойдық. Енді осы қамырымызды 180 градусқа 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Қосылған нанымыз пісті. Енді бұны нанымызды кішкене суытып алуымыз керек. Шынадан. Топтыр. Нанымыз кішкене суысын. Кішкене суытып қояйық. Нанымыз салқын болды, суылды. Енді турап көрсетейін сіздерге. Бұл нанды тек қана осы күріштен емес, балаларыңыз болса, үйде балаларыңыздан қалып қойған қарақұмықтан да жасып пісіруге болады, әзірлеуге болады. Бұл нан не өте жұмсақ, нанымыз әп-әйбат болып пісті. Менің рецебім ұнап жатса, менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.